Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз қамыры өте жұмсақ болып шығатын пицца дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін қажет болады ұн, жылы су, жылы сүт, сұйық май, тұз, қант және құрғақ ашытқы. Видеодағыдай барлығын кезек-кезек салып шығатын боламыз. Жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Мен қамырды вилкамен илеп жатырмын, себебі сол кезде қамырларымыз жұмсақ әрі үлпілдек болып шығады. Қамырымыз міне бірікті. Көп ұн қоспаңыздар. Енді қамырымызды бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз жылы жерде тұрғанда пиццамызға соус дайындаймыз. Ол үшін бізге жарты қызанақ қажет болады. Ұсақ 4 бұрыш етіп қызанағымызды турап аламыз. Және де томат және дәмдеуіштер бізге қажет болады. Табамызға қызанағымызды саламыз. Артынша томат пастасын саламыз. Және кез келген дәмдеуіштер қосамыз. Негізі орегано дәмдеуішін қоссаңыздар жақсы болады. Біраз бұқтырылғаннан кейін соусымызға аз ғана су қосамыз. Қақпағын жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің соусымыз дайын болды. Соусты міндетті түрде суыту қажет. Ендігі кезекте қамырымызды жаямыз. Сәл ғана ұн сеуіп, қолмен домалақ қылдырып жайып шығамыз. Оқтаумен де жайсаңыздар болады. Бірақ нан өте жұмсақ болып иленгендіктен қолмен жаю ыңғайлы болады. Енді бағана дайындаған соусымызды жағамыз пиццамызға. Кейін үккіштен өткізілген ірімшігімізді салып шығамыз. Салмасына мен шұжықтарды пайдаландым. «200 қызып тұрған пеште 20 минут пісіреміз». Бұл менің екінші қамырым. Екінші қамырды да дәл біріншісіндей жайып аламыз, жұқа етіп. Кейін соусымызды жағып, соусты көбірек аямай жақсаңыздар, нандарыңыз өте жұмсақ болып шығады дайын болған кезде. Ірімшігімізді себеміз бір келгетіп. Мен екінші пиццаның салмасына тауықтың төс етін және де саңырауқұлақты пайдаландым. Тауықтың төс етін алдын ала жұқа
етіп турап, тұз бұрышын қосып қойып қойыңыздар. Мінекей біздің екі түрлі салмасы бар пиццаларымыз дайын болды. Пиццамыздың наны өте жұмсақ әрі жұқа болып шықты. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.